Салем достар, Суперкенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге профитроли тәтті десертін дайындайтын боламыз. Заварной тестодан дайындалатын керемет десерт тіпті таңдаңпаз тәттіні аса қатты жақсы көрмейтін жандардың да көңілінен шығады. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Кастрюлемізге суымызды құямыз. Сүтімізді құямыз. Сармайымызды саламыз. Бір шымшым тұз саламыз. Сармайымыз толыққанды ерігенше араластырамыз. Қайнатамыз. Бұл бізде заварной тесто болады. Сармайымыз толыққанды еріді. Енді ұнымызды салып араластырамыз. Мінекей уже заварной тестомыз дайын. Енді мұнда жұмыртқамызды салып отырамыз. Орташа қоюлықтағы әдемі қамыр пайда болу керек. Бірінші 4 жұмыртқамызды саламыз. Араластырып көреміз. Қоюлығы жақсы болса, онда 5-шісін салмаймыз. Біздің қамырымыз әлі де қою, сондықтан 5-ші жұмыртқамызды да саламыз. Қамырымыз қараңыздар, біркелкі осындай болды. Но для идеальный тесто заварной үшін бізге әлі бір жұмыртқа керек. Қараңыздар, қамырымыз дайын болды. Енді кондитерлік мешогымызға саламыз. Қамырымызды саламыз. Формамызға пергамент салып алдық. «180 градуста толыққанды көтеріліп піскенше пісіретін боламыз. Мінекей барлығы пісіп дайын болды. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Оған дейін салқындатамыз. Сливкимізді ыдысымызға құямыз. Крем бізде 2 ғана заттан тұрады: сливки және сахарный пудра. Немесе заварной крем жасасаңыз болады, крем-пломбир жасасаңыз болады, өз қалауыңыз бойынша. Ал ең оңай крем ол сливки мен әрине қант ұнтағы. 1-2 минуттай сливки миксерлеп аламыз. Енді қант ұнтағын саламыз. Енді толық қоюланғанша миксерлейміз. Креміміз қоюланды. Енді кондитерлік мешогымызды басын кішкентай етіп саламыз. Осында кремімізді саламыз. Өз қалауымызша оформление жасаймыз. Эклер сияқты бетін шоколадқа малып, дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Сонымен достар, біздің тәттіміз дайын болды. Міндетті түрде жақындарыңызға дайындап беріп қуантыңыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Айтпақшы, егер арнаға жазылмаған болсаңыз, подписация ете кетіңіз. Сіздермен келесі видеода жолыққанша деп қоштасамын.